Каршыга салем. Бүгүн биз тамырдан укол салууду үйрөтөтүн болом. Менде азыр цефазолин. Эң алдымен укол салмас бурун дарыгерден кеңеш алып алыңыздар. Назначение аркылуу салгандарыңыз дурус. Цефазолинди тамырдан салатын болом. Биринчи срогун көрүп алыңыздар. Атын жакшылап окуп алыңыздар, өйткөнү дәрілердің аттары бір-біріне ұқсас болады. Дәрігердің кеңесімен ғана қабылдаңыздар. Цефазолин, мынау физраствор. Бұнда сұрауын көресіздер. Жамбастан салған кезде цефазолинге новокаин набирать етіп, новокаинмен саламыз цефазолинді жамбастан. Ал тамырдан салған кезде физраствор қолданамыз. 0,9% физраствор қолданамыз. Шприцпен. Дәрігер қалай назначить етеді, сол қағида бойынша алғандарыңыз дұрыс. Цефазолин ашты болғаннан кейін мен өзім жамбастан емес, тамырдан алғанды жөн көрдім. Қандай да бір укол алған кезде ең бірінші пробасын жасап аласыздар. Жамбастан болса да, тамырдан болса да, бірінші пробасын жасайсыздар. Онсыз салуға болмайды. Цефазолиннің түрлері де көп. Кейбіреулер российский болады, кейбіреулер шымкентский болады. Әр укол алған кезде пробасын жасап көріңіздер. Ішіндегі ауасы, мына ауасын бәрін шығарып тастаймыз. Ауасын шығарып алдық. Енді бұны тамырға салатын боламыз. Мына жерге мынандай жгутты қойып тартатын боламыз да қолдарыңызды жұмыс істетесіздер. Тамыр көрініп тұр. Укол салған уақытта қолдарыңызды қатты жұмып тұрасыздар былай. Тамырға салатын боламыз. Өзіне укол салатыр. Тарт уколды. Ішінен қан шыға ма? Тоқта. Ұста. Ұстасай. Ұстаптым. Жібер. Жайлап. Өз-өзіне укол салу. Тамырдан. Процесі жүріп жатыр. Процесі жүріп жатыр. Мен тамырға уколды саламайым тығып, өзі салды тамырына, мен жіберіп жатырмын. Цефазолин ба? Иә. Суыққа қарсы укол. Дәрі цефазолин. Болтықта. Соңын айдың жіберместі ішінде ауат тұр. Мұна жерді ұстаймыз енді. Суыр баласы бат. Суыр. Стол қатты бастырыңыздар, көгеріп қалмайды сонда.